шылықта сиқыр сияқты шамдар жанып тұрады. Осыдан кейін көп ұзамай Нерлин мен Анеска жұбайлары отырған қасқырлар сүйреткен арба қардың үстімен өтіп бара жатыр. Олар Волос есімді сиқыршыдан қашып бара жатқан сияқты. Ол өзінің гоблиндер тобына жұпты ұстап алуды бұйырады. Қарда жүретін көліктерді пайдаланып, олар шанамен ұзын төбеден төмен қарай қуады. Бірақ Нерлин қорықпайды және қуғын сүргін кезінде ол іштегі баласына есім таңдауға тырысады. Ерлі зайыптылар өз нұсқаларын талқылап жатқанда, гоблиндер тез жақындап, арбаны қоршай бастайды. Содан кейін Анеска арбалетті ұстап алып, тіршілік иелеріне сиқырлы жебелерді атып, оларды қарда жүретін көліктерден құлатады. Алайда шаш көлеңкеден шығып, көздері мен өрмекші аяқтары бар үлкен құбыжыққа айналады. Жаратылыс Инескаға үйге келуді бұйырады және оны ұстап алуға тырысады. Бірақ жас әйел сиқырлы қалқан жасау арқылы өзін қорғайды. Осы күш-жігердің арқасында Инеска әлсірегеннен кейін жерге құлап түседі. Ал күйеуі оған көмектесуге тырысады. Бірақ Волос күймеге жақындай түседі. Содан кейін жас келіншек Нерлинге скрипкасын қолдануын айтады. Ал ол қаламаса да, оның басқа амалы жоқ. Және әуенді ойнап, сиқырдың басқа түрін тудырады. Волос скрипканың күшіне төтеп бере алмай, қашып кетеді де, жұпты сиқыршысыз қалдырады. Кем дегенде әзірге, ақырында, Анеска сәбиге Бетти есімін қоюды ұсынады. Ал Нерлин бұл идеяны жақсы көреді және екеуі қыздарының атын Бетти Флут деп қояды. Жылдар өтіп, ерлі зайыптылар өздерінің сиқырларын шаштарынан жасырып, тыныш қалада жасырынып жүр. Бұл күндері қазір 12 жаста. Бетти әкесінің сыйлығын мұра етіп алды және музыка сабағында мұғалімін де, сыныптастарын да таң қалдыратын тамаша скрипкашы. Мектептен кейін Бетти және оның ең жақын достары Эбби мен Нат үйге қайтып бара жатқанда, Анеска қызын алып кету үшін күтпеген жерден көтерілді. Басқа сиқыршыларға үйренген Анеска қарапайым адамдармен қалай әрекет ету керектігін білмейді және мүмкіндігінше өз қабілеттерін жасыруға тырысады. Алайда өзімен бірге сиқырлы қанатты қалпақ алып жүрумен қатар, ол бір сәтке алаңдап, Беттидің қызыл шамда көшеден өтіп бара жатқанын байқамады. Көлік өтіп бара жатып, қызды қағып кете жаздады. Бірақ Инеска өзінің сиқырын пайдаланып, өзін және қызын қала орталығына, көшенің арғы бетіне телепортациялайды. Бақытымызға орай, жақын жерде ешкім болмады. Бірақ Бетти анасының сиқырды қайта қолданғанына өте қуанышты. Ата-анасынан айырмашылығы, оның ешқандай қабілеті жоқ. Ал Анеска қызды сиқырдан аулақ ұстау үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Сондықтан Волос оларды іздей алмайды. Үйге келгенде Бетти кешкі асқа дастархан басына отырады және оның сүйіспеншілікке толы отбасы болса да, ол өзін сыртта қалғандай сезінеді. Өйткені ол сиқырды қалай қолдануды білмейтін жалғыз адам. Шындығында Бетти адам болып туылғанымен, оның бауырларын Инеска мен Нерлин сиқыр арқылы жаратқан. Ең сорақысы, оның бауырлары сиқырлы жаратылыстарға арналған турнир болып табылатын сөндірілмеген әк деп аталатын іс шараға дайындалуда. Қыз қатысуды талап етеді. Бірақ жарысқа тек сиқырды қолдана алатын адамдар ғана қатыса алады. Бұл сиқыр, бұл Беттиді одан сайын оқшауландырады. Бірақ әкесі оны жұбатып, бұл дүниеде одан да күшті күштер бар екенін айтады. Кешкі астан кейін ол қызын кабинетіне апарады және олар конклав деп аталатын Нерлин халқының әнін бірге жаттықтырады. Бірнеше жыл бұрын конклавтар Навар патшалығында үйлесімді өмір сүрді және олар музыка арқылы ерекше сиқырды оята алды. Алайда, Волос олардың үйіне басып кірген кезде, Нерлин Инескамен бірге қашуға мәжбүр болды және патшалықтан алыс жерде жасырынды. Бетти бұл оқиғаны толығымен тыңдағысы келеді және кеңседе бұрын соңды көрмеген музыкалық парақтардың сандығын байқайды. Қыз ән үйренуді өтінеді. Бірақ Нерлин әлі жақсы уақыт емес екенін айтып, қағазды тез тартып алады. Ақырында ол ән айтып жатқанда кеудесін құлыптап, қызына ұйықтайтын уақыт келгенін айтады. Алайда түн ортасында бәрі ұйықтап жатқанда, Бетти Нерлиннің кеңсесіне жасырын кіріп, әкесінің кеудесін алып кетеді. Ол оны ашу үшін дәл сол әуенді шырылдауға тырысады. Бірақ ол мұны істей алмайды. Сол кезде Уинчфлат кеңседе әпкесінің дауысын естиді. Ол жерге келгенде Беттиге сандыққа қол тигізбеуді бұйырады. Бірақ ол ішінде қандай ноталар бар екенін ойлап, Уинчфлаттан оны ашуға көмектесуін сұрайды. Тіпті әкесінің қалауына қарсы болса да, Уинчфлат көмектесуді шешеді және өзінің сиқырын пайдаланып, құлыпты аша алады. Бетти ноталарды соққаннан кейін, ол скрипкада ән ойнай бастайды. Бұл бүкіл үйге таралатын күшті сиқырды тудырады. Осы жерден алыс жерде, Навар патшалығында патша қыздан келетін энергияны сезініп, ақыры су тасқыны отбасын тапқанын түсінеді. Содан кейін ол өзінің сенімді сиқыршысы Волосқа олардың барлығын іздеп, патшалыққа қайтаруды бұйырады. Беттидің үйіне оралғанда, Уинчфлат ноталарды алып тастап, сандықты ата-анасы көргенше жасырған дұрыс деп санайды. Қыз бұл талапты орындайды. Бірақ оны орнына қоюдың орнына, Бетти сандықты бос қалдырып, ноталарды бөлмесіне жасырады. Келесі күні кешке бүкіл отбасы оның музыкалық концертін көру үшін Беттидің мектебіне барады. Оқушылар жиналған кезде мұғалім музыкалық қойылымды бастайды және дайындық кезіндегідей Бетти скрипкада ойнаудағы үлкен талантымен ерекшеленеді. Пайғамбарлық қабілеті бар егіз апалы сіңлілер зұлым энергияның келе жатқанын сезгенше бәрі жақсы жүріп жатыр. Олар мектептен шығып бара жатқанда, олар нота алу үшін келдім деп мәлімдеген гоблинге тап болады және оларға сиқырлы жебелермен шабуыл жасаймын деп қорқытады. Алайда егіздер жаратылысқа кетуді бұйырады және бірге күшті отты сиқыр жасайды. Көп ұзамай Винчфлат пен Станиэль көмекке келеді.
Бірақ гоблин бас тартпайды және олардың барлығын жебелерімен атқылай бастайды. Осы уақытта Бетти және басқа студенттер қойылымды аяқтайды. Бірақ кешті аяқтамас бұрын қыз үйренген әнін орындауды сұрайды. Мұғалім келіседі. Ал Бетти партитурадан музыка ойнай бастайды. Бұл кешегі түндегідей сиқырды тудырады. Әнді білгеннен кейін Анеска қызын тоқтатуға тырысады. Бірақ көп көңіл бөлмеу үшін Нерлин оны аяқтауға мүмкіндік береді. Кенеттен музыканың күші олардың айналасындағы барлық сиқырларды, соның ішінде Винчфлаттың, егіздердің және гоблиннің күштерін жоққа шығарып, оның жебелерін нысанаға тигізіп, жоғалып кететін сияқты. Бетти әнді аяқтаған бойда сиқыр қалпына келеді. Ал Станиэль гоблинді Винчфлаттың көмегімен құлатады. Бұл тіршілік иесін алыс жерге жіберу. Осыншама дүрбелеңнен кейін отбасы үйлеріне қайтады. Ал ата-анасы Беттиге тыйым салынған әнді орындағаны үшін ұрысады. Алайда Бетти әкесінен жауап талап етіп, қойдың музыкасы қандай болғанын сұрайды. Олардың енді шындықты жасыра алмайтынын көрген Анеска қызын сөйлесу үшін шетке тартып, оны өзінен қорғауға тырысқандарын айтады. Бұл Мукронның әкесі сиқыршылардың патшақлав өлімге душар болған. Өйткені музыканың сиқырды бейтараптандыру қабілеті бар. Ұзақ жылдар бойы күрескеннен кейін екі халық бітімге келді. Бірақ бір күні патша қызы Инескамен бірге қайықпен келе жатқанда көлдегі конклавтан екі жас жігіт пайда болды. Ханшайымға бір көргеннен ғашық болған Кнут пен оның інісі Нерлин болды. Анеска оған жылы лебізін білдірді. Бірақ патша екі халықтың араласуымен келіспей, теңіз жәндігін Нерлинге шабуыл жасауға шақырды. Жас жігіт тойтарыс беріп, скрипкасымен тыйым салынған әнді ойнау арқылы патшаның сиқырын бұзды. Мукрот бұл әрекетті сатқындық деп санап, бітімді бұзып, Нерлинді және конклавтың барлық тұрғындарын өз сарайында түрмеге жабуды бұйырды. Осыған қарамастан, Анеска Нерлинді құтқарып үлгерді және екеуі Навар патшалығынан қашып кетті. Біраз уақыттан кейін ханшайым оның жүкті екенін білді, ал жұпты Валос тауып алды. Ол патшаның бұйрығымен оларды қайтаруға тырысты, бірақ өз миссиясын орындамады. Содан бері Мукрот патша қызын іздеп жүр және оның ноталарына қол жеткізгісі келеді. Тыйым салынған ән, сондықтан оның сиқырына ештеңе кедергі бола алмайды. Енді ол барлық шындықты білетіндіктен, Бетти тыйым салынған әнді конклав халқын босату үшін пайдаланғысы келеді. Бірақ анасы оған тыйым салады. Ол патша оның артынан келеді дейді. Ол қызын конклав мүшесімен қашып кеткені үшін ешқашан кешірмеген. Сондықтан Анеска Беттиге енді ешқашан тыйым салынған әнді ойнамауды бұйырады. Тағы бір күн өтіп бара жатыр. Ал Винчфлат алып, сиқырлы құрт өмір сүретін түннелді пайдаланып, сөндірілмеген әк турниріне баруға дайындалып жатыр. Жаратылыстың аузында солтүстік полюстен алыс орналасқан турнир аренасының порталы орналасқан. Ақырында Винчфлат ата-анасымен қоштасып, Станиэльмен бірге порталды кесіп өтеді. Бірақ Беттидің олармен бірге сөндірілмеген әк турниріне барғанын ешкім байқамайды. Қыздың мақсаты сиқырды үйрену және жарыста жеңіске жету. Сондықтан ол ата-анасын адамдарды Клейфдан босатуға сендіре алады. Мұздатылған аймаққа келгеннен кейін Бетти сиқырлы жаратылыстарға, соның ішінде бақсыларға, жындарға және сөйлейтін жануарларға толы үлкен стадионды ашады. Бұл аймақты зерттеп жатқанда қыз оны дуэльге шақыратын алып, жауынгерлік қолға тап болады. Алайда Беттиді жас сиқыршы құтқарады. Миша есімді. Ол оны стадион трибуналарына телепортациялайды. Онда олар сөндірілмеген әк ойындарының жүргізушісі, қатысушыларды таныстыратын сиқыршы Регинамен танысады. Бірінші тапсырма: таңқурай жемін атып, шабуылдаған пирог тәрізді құбыжықты жеңу. Бұл жай ғана бәліш болса да, құбыжық сыртқы түрінен күштірек және бәсекелестерімен оңай күреседі. Алайда Винчфлаттың кезегі келгенде, ол құбыжықты Станиэль бір тістеп жейтін шағын пирогқа айналдыратын сиқыр жасайды. Бетти ағаларының бірінші сынақтан өткеніне өте қуанышты, бірақ сынақтар енді ғана басталып жатыр. Екінші ойын. Олардың ең үлкен қорқыныштармен бетпе-бет келу. Ал Винчфлат сынақтан өтіп жатқанда, оның айналасында қонжықтар, жүректер және кемпірқосақтар сияқты әртүрлі сүйкімді заттар бар. Содан кейін ол өзінің қорқынышты бөлмесі мен осы сынақты жеңу үшін қайта тірілген марқұм туралы ойлана отырып, зейінін шоғырландыруға тырысады. Станиэльдің көмегімен Винчфлет те осы кезеңнен өтіп, біркелкі жанасу үшін тек екі жұп қалдырады. Өзін өзі сынау үшін. Содан кейін Регина сайыскерлердің клондарын шақырады және сиқырды ең жақсы пайдалана алатын адам басты жеңімпаз болады. Винчфлат пен оның клоны бір-бірімен төбелесіп жатыр. Ал Бетти мұның бәрін бақылап отыр. Ол мұны істей алмайтынына өкінеді. Бірақ ата-анасы оған сиқырды қолдануды ешқашан үйретпеген. Содан кейін Миша оған ең қарапайым сиқырдан ұшуды үйренуден бастап көмектесуді ұсынады. Бетти келіседі де, екеуі стадионның басына шығады. Ол жерде Миша қалықтай бастайды және оның сыры шоғырлану мен сабырлықта екенін айтады. Сонымен қатар, ұшуды үйренудің ең жақсы жолы жаттығу. Сондықтан ол Беттиді стадионның төбесінен итеріп жіберді. Қыз үрейленді, бірақ Миштің кеңесіне құлақ асып, терең дем алып, Бетти жерден бірнеше метр қашықтықта ұшып, бүкіл стадион арқылы ұшып кеткенше зейінін шоғырландырды. Екі қыз ауада көңілді ұшып жүр. Бірақ кенеттен қыз таныс дауысты естіп, анасының оған жақындап келе жатқанын көреді. Содан кейін Миша екеуін тастап кетеді. Ал қыз анасына өзін басқа сиқырлы жаратылыстармен жай ғана көңіл көтеріп жүргенін айтып, түсіндіруге тырысады. Ол сондай ақ бұл әлем туралы көбірек білгісі келетінін айтады.
Бірақ Анеска Беттидің оған бағынбағанына ашуланып, оны үй қамағына алады. Қыз қатты ашуланды, бірақ ол сиқырдан бас тартқысы келмейді және үйге оралғаннан кейін ол өзінің энергиясын басқа жерге көшуге бағыттауға тырысады. Тұлып, Бетти оны терезеге қарай жылжытуда үлкен қиындықтарға тап болды. Бірақ ол әлі де сиқырды дұрыс басқару үшін көмекке мұқтаж. Кейінірек ол Мишаның оны көшеге шақырған дауысын естиді. Ал ата-анасы байқамай, қыз досымен бірге қаланы аралауға шығады. Миша оған өзінің сиқырын қалай қолдануға болатынын үйретуге уәде береді. Сенде сиқырлы күш бар. Екеуі бірге жаттығуды бастау үшін тауға шығады. Бұл жердің тыныштығында Миша Беттиге көзін жұмып, баяу тыныс алуын және қол қимылдарына назар аударуын айтады. Қыз мойынсұнып, көзін ашқаннан кейін ол энергия шарын жасай алады. Бетти бұған қатты қуанады. Өйткені Мишаның көмегімен ол су тасқыны отбасындағы барлық адамдар сияқты күшті сиқыршы бола алады. Бұл фамилияны естіген Миша таңғалады. Өйткені барлық сиқырлы жаратылыстар су тасқынын сатқын деп санайды. Бетти бұл дұрыс емес дейді. Өйткені оның анасы әкесінің және бүкіл конклавтың өмірін сақтап қалу үшін патшаға қарсы шыққан. Алайда Миша Инеска мен Нерлиннің патшаға опасыздық жасағанын және билікті басып алу үшін көтеріліс ұйымдастырғанын айтып, басқа оқиғаны айтып береді. Бұл сөздер Беттиді шатастырады және ол не сенерін білмей үйіне қайтады. Осыған қарамастан, ол бұл мәселені бір жаққа қойып, келесі күні Мишаны музыка сабағына келуге шақырады. Мектепке келгеннен кейін Бетти өзінің жаңа құрбысын Эбби мен Натпен таныстырады. Ал үшеуі жаттығуға кіріседі. Алайда, басқа сиқыршылар сияқты, Миша да музыканы онша ұнатпайды. Жаттығу аяқтала салысымен, ол Беттиді сиқыршылықпен айналысуға шақырады. Ал келесі бірнеше күнде олар көп уақыттарын бірге өткізеді. Өзі де байқамай, Бетти өзінің күш-жігерін музыканы, достарын және отбасын ұмытып, өз күшін басқаруға жұмсай бастайды. Қыздың алыста екенін сезген Анеска Беттидің келе жатқан туған күнін пайдаланып, оның кешін ұйымдастыра бастайды. Бұл арада қыз Мишамен көбірек уақыт өткізуді жалғастыруда, ал түстен кейін екеуі тау басынан қаланы тамашалайды. Бетти ол жерде тұруды әрқашан ұнататынын айтады. Бірақ Миша бұл қаланың Навар патшалығымен салыстыруға келмейтінін айтады. Ол досының атасын тауып, ата-анасының қателігін түзетуін талап етеді. Осылайша ол сиқыршылар ханшайымы ретінде өз орнын алады. Қыз бұл идеяға қатты қуанады және оны 3 жасқа толғаннан кейін жасауға уәде береді. Бұл сенің туған күнің. Миша мұны естігеніне қатты қуанып, кешке келуді өтінеді, бірақ Бетти оны шақыра алмайтынын айтады. Өйткені ата-анасы үйге басқа сиқыршыларды кіргізбейді. Миша бұған ренжігенін сезіп, жоғалып кетеді. Ал Бетти кешірім сұрауға тырысады. Бірақ құрбысын еш жерден таба алмайды. Мұның бәрі Беттиді одан сайын шатастырады. Және ол ата-анасына мойынсыну керек пе? Әлде сиқыршылар ханшайымы ретіндегі тағдырын ұстану керек пе? Білмейді. Келесі күні қыз 13 жасқа толады. Және оның отбасы барлық достары мен көршілерін шақырып, үлкен той жасайды. Үйге кірген кезде қонақтар сөйлейтін, итпен ұшатын және сиқырлайтын егіз апалы сіңлілер сияқты оғаш нәрселерді көріп таңғалады. Алайда, олар кетуге тырысқанда, олар Венчфлат сиқырлаған есіктен өтіп, үй туралы барлық естеліктерін өшіреді. Көп ұзамай Эбби де кешке құрбысын көру үшін келеді және мерекенің ортасында туған күнің мен әнін айтатын кез келді. Барлығы жиналып жатқанда Анеска қызынан шырақтарын сөндіріп, тілек айтуын өтінеді. Бетти әлі күнге дейін ата-анасының осы уақыт бойы өтірік айтып жүргеніне сеніп, ренжіді және олар шамдарды сөндіргеннен кейін ол олардың оған бар шындықты айтқанын қалайды. Анеска мен Нерлин қыздың не туралы айтып жатқанын түсінбейді. Бірақ ол революцияға қарсы революция туралы білгенін айтады. Ол сондай-ақ заклинание жасауды үйренгенін және енді атасының патшалығына оралып, сиқыршы болуға ниетті екенін айтты. Осыдан кейін Миша көшеде пайда болып, Беттиден оның үйіне тоқтай алатынын сұрайды. Қыздың ата-анасы бас тартуды біртүрлі деп санайды. Бірақ Бетти оларға бағынбайды және досын кешке шақырады. Үйге кірген Миша оның жоспары басынан бастап Флут отбасын табу екенін айтады. Содан кейін ол өзін Волос, Мокрот патшаның қызы, сиқыршы ретінде көрсетеді. Ескі жауын қайта көргенде, Нерлин скрипкасының сиқырын қолдануға тырысады. Бірақ Волос оның құралын оңай бұзады. Содан кейін Анеска сиқырлы қалқан жасап, Беттиге жасырынуды бұйырады. Бірақ сиқыршы бүкіл отбасын ұстап алып, оларды Навар патшалығына апарады. Беттиді де сүйреп апарады. Бірақ қандай да бір күш оны жер астына сүйреп апарып, қызды есінен тандырады. Бірнеше минуттан кейін ол жер асты үйінде оянып, бірнеше жыл бұрын қайтыс болған әжесін тауып алады. Содан бері ол үйдің бақшасында жерленді және қабірінде өмір сүріп, кейінгі өмірінен ләззат алды. Қыз оған көмектескені үшін алғыс айтады. Бірақ ата-анасына мойынсұнбағанына және оның отбасын шашының басып алуына жол бергеніне өкінеді. Әжесі қабірден шыға алмаса да, немересіне алған білімін пайдаланып, отбасын сақтап қалу үшін Навар патшалығына баруға кеңес береді. Бетти бұған келіседі де, әжесінің қабірінен шыққаннан кейін қираған үйді табады. Соған қарамастан, әкесінің кеудесі бүтін күйінде қалады. Ал оның ішінен қыз тыйым салынған әннің ноталарын алады. Көп ұзамай Нат Беттидің туған күніне кешігіп келеді. Бірақ қыз оны көргеніне қуанып,
көмек сұрайды. Бүкіл оқиғаны тыңдағаннан кейін Нат онымен бірге жүруге келіседі және екеуі алып құртқа міну үшін түннелге барады. Эбби де сол жерде пайда болады және құртты көргенде Нат екеуі шошып порталға сүйреліп кетеді. Содан кейін Бетти олардың артынан барады және зынданға түседі. Онда ол бірнеше белгісіз тұлғалардың қоршауында достарын табады. Алайда көп ұзамай бұл топтың сиқыршылар патшасы түрмеге қамаған конклав тұрғындары екені белгілі болды. Содан кейін Бетти ағасы Канутпен кездесіп, одан ата-анасын табуға көмектесуін сұрайды. Ол оларды сол жерден алып кетемін деп уәде береді. Канут бұл мүмкін емес деп санайды. Бірақ Бетти оған әкесінің кеудесінде жасырылған, тыйым салынған әннің ноталарын көрсетеді. Бұл конклав халқына жаңа үміт сыйлайды. Содан кейін Кнут қызға Беттидің ата-анасын таба алатын жасырын қадамын көрсетеді. Зындандағы қоқыс арқылы өтетін жолды пайдаланып, Бетти жоғарғы қабатқа жетіп, камералардың бірінде қамалған Инескуді тауып алады. Қыз бәрі үшін кешірім сұрайды. Бірақ анасы уақытты босқа өткізбеу керектігін айтып, қызынан қақпаны сиқырмен ашуын өтінеді. Алайда Бетти мұны істей алмай тұрып, Миша қайтадан пайда болып, қыздың анасын босата алмайтынын, өйткені ол ешқашан сиқыр жасай алмайтынын айтады. Миша осы уақыт бойы қызды анасымен бірдей қабілеттерге ие екеніне сендіру үшін айла амалдарды қолданып, оны алдап жүрді. Содан кейін Анеска қызына қашуды бұйырады. Бірақ гоблин күзетшілері оның жолын бөгеп, қызды патшаға апарады. Үлкен залға келгенде Мукрот немересімен сөйлесуге тырысады. Бірақ ол одан бас тартып, ата-анасын босатуды бұйырады. Оның орнына патша оларды кешкі асқа шақырғанын айтады. Содан кейін залдағы үлкен үстелді көтеретін механизмді іске қосады. Оның артында Беттидің бүкіл отбасы отыр. Қолдары орындықтарға байланған, ал патша немересіне оларға қосылуды бұйырады. Сонда олар ақырында біз бірге бола аламыз. Ата-анасы мен бауырлары үшін қорыққан қыз келіседі. Ал Мукрот немересімен Навар патшалығында оның мұрагері болу үшін кездесуді күте алмайтынын айтады. Онымен және оның анасымен бірге корольдік отбасы ақыры толықты және ол қызды күшті сиқыршы болуға үйрете алады. Алайда Нерлин Инескуді патшалықтан алып кеткені үшін жазаланып, Фавар деп аталатын алыс және қорқынышты жерге жер аударылады. Бетти наразылық білдіреді. Өйткені ол ешқашан әкесіне қауіп төндірмейді. Бірақ патша шешім қабылдады және барлығын Фаварға қоғамдық алаңға апаруды бұйырды. Көп ұзамай Мукрот өзінің қарамағындағыларға сиқырдың көмегімен жасалған Нерлин, Анеска және олардың балалары қатаң жазаланатынын хабарлайды. Ол сондай ақ оларды қуып жіберу туралы бұйрықты немересі беретінін айтады және сиқырды пайдаланып, оны ханшайымның көйлегін киіп, құлыптың сыртына телепортациялайды. Ақырында ол бұл сөзді Беттиге береді. Ол тағдырына мойынсұнып, атасының көмегімен ол өзінің арманын орындап, ұлы сиқыршы бола алатынын айтады. Алайда қыз сонымен бірге отбасына әкесінің үйреткен сабағы туралы айтады. Бұл дүниеде тіпті ұлы күштер де бар. Мұны естіген Анеска байланысынан арылып, сиқыр айтып ән айтады. Мукрот патша мұның қалай мүмкін болатынын түсінбейді. Бірақ Анеска оған ұшып келіп, Нерлиннің арқасында музыка мен сиқырдың қатар өмір сүре алатынын білгенін айтады. Ол әкесіне дәл осылай үйреткісі келді. Енді ол отбасымен және конклавтағы барлық адамдармен бірге сөздер патшаға қарама қайшы сезімдер сыйлайды. Бірақ Волос патшаның сатқындарды бір жола жазалауын талап етеді. Мукрот бас тартады. Ал Волос қожайынына опасыздық жасап, қараңғылықтың үлкен құбыжығына айналады. Ол өзінің шатырларын пайдаланып, патшаны Анескамен бірге тұзаққа түсіреді. Содан кейін бірден Беттиді басып алуға тырысады. Алайда қыз ән айта бастайды. Оның қолынан екі халықтың ең жақсысын біріктіретін күшті сиқырды босатады. Волос Беттиден мұндай күшті күтпеді, бірақ ол бас тартпайды және оған тағы да шабуыл жасауға тырысады. Уиншфлат пен Станиэль әпкесіне көмекке асығады. Бірақ сиқыршы күштірек және оларды оңай жеңеді. Ақырында Волос патшалық тұрғындарын Бетти мен оның отбасына қауып, төніп тұрғанына сендіруге тырысады және оларға отбасын Фавар патшалығына жіберуді бұйырады. Өкінішке орай, ессіз адам үшін оның сиқыры әлсірей бастайды және зынданнан ән шығады. Бірнеше секундтан кейін қамшы мен конклавтың адамдары пайда болады және Эбби мен Наттың көмегімен олар тыйым салынған акапелла әнін орындайды. Бұл сиқыршының әлсіреуіне әкеледі. Ақырында Волос өрмекшіге айналады және Беттиге шабуыл жасамақ болады. Бірақ қыз сиқыр жасап, зұлымды зынданның тереңдігінде суға лақтырады. Текетірес аяқталуға жақын. Бұл аяқталды және Бетти отбасымен және достарымен құшақтасып қайта қауышты. Өзінің қателігін түсінген Мукрот патша конклав тұрғындарын босатып, патшалықта барлығы бейбіт өмір сүру үшін жаңа бітім орнатты. Бұл мәселе шешілгеннен кейін су тасқыны үйге оралады және бәрі бұзылса да, отбасы бәрін бірге қалпына келтіруге уәде береді. Оның үстіне Беттидің туған күнін әлі тойлау керек. Ал қыз достарымен концертте қайта қосылып, сиқыр мен музыканы тағы бір рет біріктіреді. Кештің соңында қыз осы тәртіпсіздікті тазалауға тырысып, құрт саңлауында тұрған атасына торттың бір бөлігін алып барады. Ол сондай-ақ немересімен оның қабілеттерін қалай пайдалану керектігін үйрету арқылы татуласуға уәде береді. Бәрі жақсы аяқталады. Бірақ таныс өрмекші түннелді кесіп өтіп, жартастардың арасына тығылады
бұл волостың кек алу үшін жақын арада оралатынын көрсетеді. Сонымен